Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз сіздермен баклажаннан жылы салат дайындаймыз. Дәмі өте ерекше, өте дәмді салат. Бізге керекті заттар: баклажан, кинза, жуа және түрлі түсті болгар бұрышы. Баклажанымызды дөңгелектеп, осылай видеодағыдай турап аламыз. Турап болғаннан кейін енді болгар бұрышымызды ортасын ашып, тазалап, бәрінің дайындап аламыз. Енді болгар бұрышымызды осылай ірі көлемде турап аламыз. Енді жуамызды екі бөлікке бөліп, осы жарты бөлігін 4 бөлікке бөліп, ірі көлемде дайындап аламыз. Міне осылай заттарымыз дайын. Енді біз соус дайындаймыз. Ол үшін бізге соя соусы, чеснок, 2 қасық қант және 2 қасық крахмал қажет. Ерекшелігі осы соуста бұл салаттың. Өстіп қантын ертіп, осына қою болады. Енді баклажанымызды жұмыртқаға аунатып, осылай екі жағынан қуырып аламыз. Бағанағы кесіп алған баклажанымыздың бәрін өстіп дайындап аламыз. Дайын болған баклажанымызды, менің баклажаным ірі болғасын, ортасынан 2 бөлікке бөлдім. Сіздердің баклажаныңыз майда болса, бөлудің қажеті жоқ. Қызып тұрған енді тапаға чесногымызды саламыз. Болгар бұрыштарымызды саламыз. 3-4 минуттай қуырамыз. Бетіне жарты кинзамызды себеміз. Каналыма тіркеліп, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Жуасын саламыз. Жуантта 3-4 минут қуырамыз. Енді бағанағы дайын баклажанымызды саламыз. Бір араластырып алғаннан кейін үстіне бағанағы дайын соямызды құямыз. Қою болады, ішіне крахмал болғасын. Және осылай 2-3 рет араластырып аламыз. Көп араласудың қажеті жоқ, өйткені баклажанымыз еріп кетеді ішінде. Міне біздің салатымыз дайын. Үстіне кинзамызды себеміз әдемілікке. Өте дәмді, жасап көріңіздер.